Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен ауызға салсаң еріп түсетін балалар печеньесін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қант қосып, жақсылап миксерлеп шығу қажет. Бұл печеньені барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін, өйткені өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Балаңыз міндетті түрде сізден екінші рет жасап беруіңізді сұрайтын болады. Осы қоспамызға енді жұмыртқа салып, тағы да миксерлеп шығамыз. Мен алдын ала онымен разрыхителді електен өткізіп қойдым. Енді осыны 2-3 бөлікке бөліп, тағы да қоспамызды миксерлеп шығамыз. Бұл қоспамыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Дайын болған қоспамызды қапшығымызға салып, түрлі пішінде печеньелерді жасап шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша гүл тәрізді болмаса түрлі насаткалар қойып, печеньенің пішінін жасауларыңызға болады. Мен ең қарапайым жолын жасаймын, яғни дөңгелек тәрізді етіп, печеньелердің пішінін келтіремін. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді ыдысымызды фольгамен орап алдым, ал сіздер пергаментный бумага қойсаңыздар, ешқандай айырмашылығы жоқ. Печеньені осылай шоколад пен су-майды ерітіп алу арқылы сәндеп шықтым. Онсыз да, егер сіз әрлемесеңіздер де, ештеңе бетіне жақпасаңыздар да, печеньеңіз өте дәмді болып шығады. Үстіне осылай жержаңғақ сеуіп шықтым. Балаларым шоколад пен жержаңғақты жақсы көргендіктен барлығын осылай жасадым. Барлықтарыңызға рахмет.